Жыл сайын барша қазақстандықтармен бірге Ақтөбе жұрты ертеңгі тарихи күн қалың елдің қабырғасына батқан нәубетті жылдардың құрбандарын еске алып аза тұтады. Бұл күндері жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету шаралары облыс бойынша өтіп жатыр. Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейі өткізген ер есімі ел есінде атты шараға жазықсыз жапа шеккен боздақтардың ұрпақтары шақырылып, олардың қатарында Қазақ СССР-ның бірінші прокуроры болған Мырзағұл Атаниязовтың артында қалған жалғыз тұяғы Советбек Атаниязов та бар. Еліне адал қызмет қылған әкесінің кеңес өкіметінің солақай саясаты салдарынан 1938 жылы халық жауы деп ұсталып кеткені оның әлі есінде. 8 жыл Сібірде ит шеккенде қуғында болған әкесі 1945 жылы ауыр науқастан қайтыс болған. Ол қасіретті жылдардың отбасына қандай ауыртпалға келгенін қынжыла еске алды. Әкем ұстап алып кеткесін, шешем айтқан ғой, 2 баланы алды, ауылға кетті. Сосын шешем 30 жыл осында 2 баланы арқалап келді. Сосын осында тұраймыз. Содан кейін өмір деген өпше қиын болды. Күлең тумалар, туысқандарының бәрі теріс айналып кетті. Жәрдем деген өпше болған жоқ. Бәрі де қорқады өздеріңіз. Мынадай сүгіреттер үйде көп еді. Қаттары, документтер бәрін жыртып. Ақтөбе облысы бойынша 7000-ға жуық адам қуғынға ұшыраған, 1789 адам ату жазасына, 3070 адам 10 жылға бас бостандығынан айырылып еңбекпен түзету лагерлеріне, 122 адам 25 жылға концлагерлерге, 43 адам жер аудару жазаларына кесілген. Жалпы қазақ елінің зиялы қауымы да аяусыз атылып артында қалған ұрпақтары жазықсыз жапа шекті. Бұл тақырыпты зерттеумен Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің аға ғылыми қызметкері Бекарыстан Мырзабай да айналысып жүр. Шығып жатқан ғылыми жинақтарды, фильмдерді және әсіресе олардың өздері атылып өмірден озғаннан кейінгі жұбайларының жасаған ерлік еңбегі, олардың тарихи тұлға есебінде халқына, ұлтына қайтадан есімі оралу жөнінде, осы жөнінде айтып бергім келеді. Мемлекет басшысының жарлығымен 1997 жыл жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы, ал 31 мамыр еске алу күні деп жарияланды. Еске сала кетейік, жыл сайын ақтөбеліктер бұл күні Түйетөбе басында құрбандардың ұрпақтарымен кездесіп, жазықсыз жер құшқан сан мыңдаған рухқа тағзым етеді. Айгүл Баймен, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.